Сәлем, каналға қош келдіңіздер. Әуезәнге толы топ 10 музыкалық дорамалар тізімімен таныс болыңыздар. 10-шы қиялдың күштісі әлемнің жұлдызы дорамасы. Басты рөлдерді Сухо мен Жию сомдайды. 3 бөлімнің бірі фантастикалық мини-дорама 19 жаста өмірден өткен қыз жайлы. Бір күн ол өзінің сүйікті жұлдызына қауіп төніп тұрғанын біліп, оны қалайда құтқаруға тырысады. Ал Уджу танымал әнші, әрі өзін құтқарғысы келген қызға ғашық болады. 9-шы үндеме әдемі жігіттер ойнайды дорамасы. Басты рөлдерді Сонжун мен Чо Боа сомдайды. Талантты мектеп оқушыларынан құралған Иканди музыкалық тобы мектепке танымал, әрі олардың жанкүйерлері бар. Топ құрамы көшбасшы Чу Бинхи мен оның достарынан тұрады. Көп ұзамай Бинхи өзінің музасы, сабақты жақсы оқитын Им Суаны кездестіреді. 8-ші Шоумен дорамасы. Басты рөлдерді Джи Сон, Кан Мин Хёк және Ли Херей сомдайды. Син Сохо менеджер ретінде ең үлкен ойын-сауық орталығында жұмыс істеген. Ол кішкентай ойын-сауық орталығының директоры болып ауысқан соң, табысы топты жинауға көп күш жұмсайды. Өзін таланттар табу қабілетінің арқасында жетістікке жетуге қадамдар жасайды. 7-ші Монстр дорамасы. Басты рөлдерді Юн Жун Хён мен Ха Ен Су сомдайды. Юн Сульчан Men in Black тобының вокалисті. Ол шын эмоциясын көрсете бермейтін жан жарасы бар жігіт. Қолаңсыз қылығынан шаршаған агенттігі Сульчанды мектепке жібереді. Ол мектепті музыкалық тобына қосылып, жан жарасын емдеуге тырысады. 6-шы үздік хит дорамасы. Басты рөлдерді Юн Ши Юн, Ли Си Юн және Ким Мен Же сомдайды. Юн Хенже 90-шы жылдарда өмір сүретін G2 музыкалық тобының дарынды мүшесі. Жоғалып кеткен Хенже қазіргі заманға өтіп кетіп, айдол болуды армандайтын Ли Чихонды кездестіреді. Ал Чхве Усын болашақ мемлекеттік қызметкер, әрі Чихонның досы. 5-ші Елсіз аралдан шыққан әнші қыз дорамасы. Басты рөлдерді Чхве Джон Хеп пен Пак Ын Бин сомдайды. Сон Мокқа әнші болуды армандайтын мектеп оқушысы. Ол Сеулге тыңдалымға бара жатып, елсіз аралға тап болады. 15 жыл бойы аралда жалғыз өмір сүрген Мокқаны ағайынды бауырлар тауып алады. Арманынан бас тартпаған ол жаңа өмірге бейімделе бастайды. 4-ші Жарқыраған қарбыз дорамасы. Басты рөлдерді Чхве Хен Ок Риун және Солина сомдайды. Жоғары сынып оқушысы Үнгелдің есту қабілеті нашар ата-анасы және ағасы бар. Ол үйінен жасырып гитара аспабында ойнауды үйренеді. Әкесімен ренжісіп қалған ол жұмбақ дүкені арқылы 1995 жылға өтіп кетеді. Ол 18 жаста әкесін кездестіріп, онымен Жарқыраған қарбыз тобын құрады. 3-ші Көңілдің пернесі дорамасы. Басты рөлдерді Чон Ин Хва мен Пак Шин Хе сомдайды. 21 жастағы Ли Гибон бай отбасынан шыққан ақылды әрі талантты қыз. Өнер университетінде оқитын Гибонның мамандығы дәстүрлі аспаптарда ойнау. Ал Ли Шин 21 жастағы қалалық мінезі суық жігіт. Ол заманауи музыка мамандығында оқиды, әрі өз тобының лидері. 2-ші Сен әдемісің дорамасы. Басты рөлдерді Джан Гын Сок пен Пак Шин Хе сомдайды. Ко Миньо дін қызметкері болуды кішкентайынан армандаған қыз. Алайда егіз ағасына шұғыл көмек керек екенін біліп, қалаға аттанады. Ағасы болып түр жасаған Миньо Энджел тобымен келісімшартқа отырады. Оның қыз екенін топ мүшелері әзірге білмейді. 1-ші Арманға әуестер дорамасы. Басты рөлдерді Ким Су Хен мен Пе Сюзи сомдайды. Дорама оқиғасы Керин жоғары өнер мектебінде өтеді. Ко Хеми шетелде оқып танымал опера әншісі болуды армандайды. Бірақ әкесінің қарызына байланысты ол жоғары өнер мектебіне түседі. Сон Самдон қарапайым ауыл жігіті. Ол Хемиге бір көргеннен ғашық болып, оның соңынан еріп, өнер мектебіне түседі. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.